Ассалаумағалейкум туысқандар. Бүгінгі әңгімеміз Ақсуат өңіріне көп еңбегі сіңген мұғалім Кәрім Өтеуов жайлы болмақ. Кәрім Өтеуов 1900 жылы 4 қаңтарда бұрынғы Тепіске ауылында дүниеге келген. Руы Найман ішінде Жанай, Жауқашар, оның ішінде Ақшабай, одан Уса Қажы, одан Өтеу, одан Кәрім. Шын аты Мұхаммед Кәрім. Кәрім ағамыз атақты Ақшабай байдың шөбересі болады. Анкеталарда шыққан тегі Батырақ деп жазылған. Батырақ дегеніміз сіңір шыққан кедей деген сөз ғой. Бірақ ол заманда байдың тұқымы дегенді бәрі жасырды. Айдалып атылып кетпес үшін. Шындығында Ақшабай дегеніміз 10.000 қой, 2.000 жылқы біткен, 3 жанайдың ордасы аталған атаққа шыққан бай болған. Кәрім ағамыз Тана Мырза медресесінің түлегі. Уақыттың қиындығына байланысты бұл туралда кадр бөлімі толтыратын қағаздарға жазылмай қалған сияқты. Ендігі әңгімені құжаттарға, мақалаларға қарап жалғастырайық. Личный листок по учету кадров деген құжатты қарасақ, 1940-46 жылдары Семей педтехникумын бітірді дегеннен басқа білімі туралы жазу көрмей тұрмыз. Мынау Семей педучилищесін бітірген туралы аттестаты. Аттестатында 38-46 жылдары оқып бітіріпті. Аталған оқу орнының соғыс жылдары сабақ жүргізілмегеніне байланысты созылып кеткен болу керек оқу мерзімі. Ұрпақтары жазған өмірбаянда 38 жылы Зайсан қаласында 4 айлық мұғалімдер даярлайтын курсын бітірген деген жазу бар. Қажи Нұрсұлтанов 2003 жылдың 42 айындағы Ел тынысы газетіне жазған Семей Алаш өркениетінің ақ ордасы деген материалға келейік. Бұл мақала Алаштың арысы Тайыр Жұмыртбаевтың Зайсан қаласында жұмыс істеген кезеңі туралы. Сол қалада ұйымдастырылған мұғалімдер дайындайтын курстарға сабақ бергені туралы айтылады. Кәрім ағамыз туралы былай деп жазылыпты. Әйгілі Тана Мырзаның туыстас ұрпағы және Тана медресесінің шәкірті, Ақсуат ауданында ұзақ жылдар бойы мұғалімдік қызмет еткен оқу үздігі Өтеуов Кәрім Ақсақал Зайсан қаласында 1926 жылы Тайыр Жомартбаевтан тыңдаған дәрістерінің өз қолымен жазған конспект дәптерін 123 беттен тұратын өмірден өтер алдында бізге табыстаған еді. Қарт ұстаздың жадынан қалт шығармай және өз шәкірттеріне жаттатқан Тайырдың өлең ережелерін сол дәптердің 86-шы бетінен тауып алдық. Мына бір суретте Кәрім мұғалім конспектісінің Тайыр ережесі жазылған беті. Осы өлең ережелерден бір-екі мысал келтірейік. Тайырдың бірінші өлең ережесі. Бүтінге бөлшек санды қосу ережесі. Бөлшекті бүтін санға қосу реті. 6,8-ден болса 7. 6-ны өсір 8-бенен, 7-ні қос. 8-ден 55 боп шыққан беті. Тайырдың 8-ші өлең ережесі. Бүтінді бөлшекке бөлу ережесі. Бүтін санды бөлшекке бөле қалсаң, бөліміне көбейтіп үске салсаң, ескі алымын бөлім ғып айналдырып, болмай-ақ қой мұнан соң әуре сарсаң. Сол кездегі ағаларымыздан қалған жазбалардан қандай ізденіс, талпыныста болғанын көріп тұрмыз. Осы курста алған білімдері туралы ешқандай анкетада ештеңе жазылмаған. Бірақ қандай жоғары деңгейдегі оқу болғаны дәріптеп айтпаса да белгілі деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім, 26 жылы, одан бұрында мүмкін осы курстарда ағамыз көп білім алған сияқты. Бірақ ол еш жерде жазылмай кеткен анкеталарда. Жеке анкета бойынша жұмыс істеген жерлерін көрейік. 1925-26 жылдары Зайсан уезі Құлжан болысында бастауыш кластарының мұғалімі. 1926-29 жылдары Қызылтас ауданы нөмір 3-ші ауыл Қабанбай атындағы бастауыш мектептің мұғалімі. 29-31 жылдары Қызылтас ауданы Топақ бастауыш мектеп мұғалімі.
31-39 жылдары Көкпекті ауданының Қараоба, Төртоба, Жаңатілек деген жерлерінде бастауыш мектептерде мұғалім болады. 39-42 жылдары Ворошилов колхозындағы бұл Құмкөл ауылы Ворошилов атындағы бастауыш мектепте. 42-43 жылдары Ұланерге бастауыш мектебінің меңгерушісі. 43-50 жылдары Ақсуат ауданының Қызыл Жұлдыз бастауыш мектебінің меңгерушісі. 51-56 жылдары тағы да Ворошилов атындағы бастауыш мектептің меңгерушісі. 56-60 жылдары Ақсуат ауданы Жданов атындағы бастауыш мектептің мұғалімі болып, осы жерден зейнетке шығады. Қай жерде жұмыс істемесін, өзін білікті маман ретінде көрсете білді. 30-32 ашаршылық нәубеті жылдары Кәрім ағамыз жетім қалған оқушыларға үйінен бір уақыт тамақ беріп жүрген кездері де болыпты. Бұны Тебіске ауылының 82 жастағы Кәрім Қажы Ақсақалдың айтуы бойынша жазып отырмыз. Бұл кісі өзі де Кәрім ағамыздан оқыған көрінеді. 30 жылдары ауылда үлкен адамдарға сауат ашу жұмыстарын ұйымдастырып, осы жұмысты жүргізген екен. Осы жасаған еңбектері бағаланып, Кәрім ағамыз 1948 жылы Қазақ-СССР оқу министрі Сембаевтың қолынан Қазақ-СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері деген атақ алды. Міне куәлігін көріп отырмыз. 1946 жылы соғыс жылдарындағы еңбегі бағаланып, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов деген медальмен марапатталған. Мынау сол медальдің фотолары. 1950 жылы КСРО жоғарғы кеңесінің қаулысымен знак почета орденімен марапатталды. Мынау сол орденнің фотосы. 1953 жылы Кәрім ағамыз Алматы қаласында өткен мұғалімдердің тұңғыш республикалық съезіне делегат болып қатысты. Кәрім ағамыздың жұмыс істеген кездеріндегі бір-екі құжатты көрсетейін. Бірінші анықтама былай жазылыпты. Осы анықтаманы береміз. Біз төменде қол қоюшылар, мен Жанұзақов Баймолда, мен Байтуғанов Дүйсенбай, мұғалім Өтеуовке. Себебі бұл жолдас 1937-38 оқу жылында Сталин атындағы ауыл советте болған Еспе деген мектепте. Мен Байтуғанов көмекші мұғалім болып бірге тұрдым. Сол уақытта мен Жанұзақов аудандық оқу бөлімінің мектеп нұсқаушысы болып істегенмін. Сондықтан Еспе мектебінде болғанын анық білемін. Астында қолдары тұр осы айтылған кісілердің. Тағы бір анықтама. Осы анықтаманы беремін мен Айқынбеков, Уәли, Маликов, Жұмағали, Токин, Тұрсынбай, оқытушы Өтеуов Кәрімге. Себебі бұл жолдас 1938-39 оқу жылында Құмкөл ауылында Ворошилов бастауыш мектебінде мен Токин, Тұрсынбай, мен Маликов, Жұмағали мен бірге мұғалім болып тұрды. Сол уақытта мен Айқынбеков Уәли аудандық оқу бөлімінің мектеп нұсқаушысы болып істегенмін. Сондықтан бұл жолдастың сол жылы анық мұғалім болғандығын анық білемін. Астында қолдары. Бұл анықтамалардың жазылған уақыты 37, 38, 39 жылдары халықтың әбден есі шығып кеткен болу керек. Сонда әрбір адамның кадрлар бөлімінде де жазулар болған шығар, бірақ бәрін тексеріп отырған сияқты ғой мына. Кім қайда шын жұмыс істеді ме, өтірік па деген сияқты. Кәрім ағамыздың шыққан ортасын айтқан кезде ағамызға байланысты айтатын тағы да бір әңгіме, бұл кісінің немере апайы Жүзтайлақ атанып кеткен атақты сұлу Бәтіш деген адам болған. Бәтіш апамыз Ақшабайдың Аққаз деген ұлынан туған немересі. Кәрім ағамыз Ақшабайдың Уса деген ұлының Өтеу деген баласынан туады. Жас жағынан Бәтіш апамыз 2 жас үлкен екен. Бәтіш апамыздың Жүзтайлақ атанып атағы шыққан соншалық, жазушы Кәмен Оразалиннің Абайдан соң романының бір бөлігі осы Жүзтайлақ уақиғасына, Бәтіш пен Тобықтының атақты байы Аймағаметтің тұрмыс құру тарихына арналыпты. Тіпті
Мұхтар Әуезов «Түнгі сарын» спектаклінің басты кейіпкері Жүзтайлақ деп атап, атын Бейбіш деп өзгертіп қояды. Жазушы Ғалым Нөкішұлы Жүзтайлақ атанған Бәтіш Сұлу деген деректі хикаят жазып шығарған. Мұхтар Әуезовтің «Түнгі сарын» пьесасы Қазақстанның алтын қорына кірген. Мына фотода Жүзтайлақ образын сомдаған актриса Жанат Чайкинаны көріп тұрмыз. Бірақ бұл апамыздың тағдыры оңай болмайды. 1928 жылы Кеңес үкіметі байларды қудалап, мал мүлкін кәмпескелеп, өздерін жер аударған кезде Бәтіштің күйеуі Аймағамбет те сау қалмайды. Оның бар байлығын тәркілеп, өзін Қырғызстанға жер аударады. Сол кезде екеуара келісіп, Бәтіш апамыз сот арқылы күйеуімен ажырасып, Ақсуат жаққа кетеді. Сол жақта Манабайдың Жәлелі деген жас кездерінен таныс жігітке тұрмысқа шығып, бұл жақта ары қарай өмір сүруге қауіпті болғандықтан Қытай жеріне Лертуыл елінің арасына кетеді. 1952 жылы Тарбағатай аймағының Лөрбілжіл ауданының Саржиек деген жерінде 54 жасында дүниеден өтіпті. Кәрім ағамыз, жеңгеміз Сақыш Қасқырбай қызымен отбасын құрып, 5 бала тәрбиелеп өсірді. Үлкені Өтеуов Тоқтарбек 1934 жылы туған. Талдықорғанның ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, 1950 жылдан бастап өзінің туған ауылы Қарғыбада беделді қызмет атқарды. Қызы Каримова Күләш 1940 жылғы Қызылорданың педагогика институтының тарих бөлімін бітіріп, Ақсуат ауданының ауыл мектептерінде сабақ берген. 91 жылы зейнетке шыққан. Ұлы Каримов Қадыр 1941 жылғы Новосибирск қаласынан инженерлік білім алып шыққан. Машина есептеу мекемесінде жұмыс істеген. Қызы Каримова Жеңіс 1944 жылғы Қызылорданың педагогика институтының орыс тілі мамандығы бойынша бітіріп, Ақсуат ауданының ауыл мектептерінде сабақ беріп, зейнетке шыққан. Қызы Каримова Мәнсия 1946 жылғы Семей медицина училищесін бітіріп, Жәнтіке ауылында акушерка қызметін абыроймен атқарды. Қазір құрметті зейнеткер. Кәрім ағамыздың аты баспа бетінен шыққан кітаптарда, газет журналдарда қалды. Бір-екі ауыз осы жөнінде айта кетейік. Мынау Семей таң газетінің 91 жылы 26 қараша күнгі санында шыққан Тана Мырза тағылымы деген мақала. Мақаланың авторы белгілі ғалым Қажи Нұрсұлтанов. Бұл жерде бұлай деп жазылыпты. 20 ғасырдың бас кезінде Зайсан, Көкпөкті, Ақсуат аудандарында жұмыс істеген мұғалімдер туралы айта келе, бұлай жазылады. Солардың арасында Тананың тікелей аталас ұрпағы боп келетін Распаев Қыдырбай, Өтеуов Кәрім, Байжұманов Жұмағали сияқты аттары мен істері бүкіл Ақсуат, Ақмектеп, Көкпөкті аудандарына аян таңдаулы ұстаздар көптеп кезігетін. Қажи Нұрсұлтанов Семей педагогика институтының жоғарғы математика кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты. Мына мақалада Ақсуат арайы 2 қараша 91 жылы шыққан жаңағы мақаламен жалғасып жатыр. Бұл мақалада да Өтеуов Кәрімнің аты аталады. Мынау Семей таңы газетіне Ақсуат ауданының 80 жылдығына арнап көп жыл аудандық оқу бөлімін басқарған Қализада Қалиялов ағамыз жазған екен. Мұнда бұлай деп жазылған. Сол кездегі ақпараттар бойынша аудан көлемінде 16 ғана бастауыш мектеп болған. Онда Зайсан қаласынан 6 айлық 1 жылдық курстарды бітіріп келген адамдар мұғалімдік етті. Олар Өтеуов Кәрім, Мейірханов Есқали, Салықова Менке, Распаев Қыдырбай деген адамдар еді. Мына жерде Шежіре ағамыз Қарпық Егізбаевтың тағылым атты кітабы. Кітаптың 312 бетінде білім ұрығын сепкен мұғалімдер деген мақалада мынадай сөздер жазылған. Барлық аудан тарихына аты қалған мұғалімдерді айта келе,
Кәрім ағамыз туралы мынадай сөздер жазылыпты. Осылардың ішінде 3 жанайдың ордасы болған атақты Ақшабай байдың ұрпағы Кәрім Өтеуов Ленин орденімен марапатталды. 1953 жылы мұғалімдердің республикалық съезіне делегат болып қатысқандағы суреті Ақсуаттағы мұражайда тұр. Ол кісі ақындық дарынымен де белгілі. Бұл жерде орден туралы Қарпық ағамыз сәл қателесіпті. Орден знак почета болған. Бірақ ағамыз қандай орден алса да лайық деп есептейміз. Кәрім ағамыз 1960 жылы зейнетке шығып, 1983 жылы қайтыс болған. Өмірін халыққа білім беруге арнаған ағамыздың ісін ұрпағы жалғастырсын. Жатқан жер жұмақтан болсын. Ел іргесі аман болсын ағайын. Сүйіні сәулем сен едің, жаным ерге маға, жаным жайлау жан ерге. Айдай көрге маға, жаннай керім, жаннай бұл, жаннай сылықым жан ерге. Сен толықсып жанымда отырған кезде аға, қуанышты көңілді. Қиын жерде маға, жаннай керім, жаннай бұл, жаннай сылқым жан ерге.